Бізде ауылда 850 теңге кило сатып тұр. Сосын алмаймыз да осы қант. Үйде алқоры, алша бар салып тұр. Бірақ қант жоқ істеуге. Балдар жеп жатыр қазір үйде, бірақ жапқанымыз жоқ. Я не употребляю сахар уже несколько лет, поэтому не испытываю. Бағаларынан байқадық, жоғары біз көтерілмей салдың, роялдың бір қабын алып қойған тұғымыз. Сезіліп жатыр негізі. Қымбаттап кеткен ғой барлық нәрсе. Именно қантқа келгенде. Сол бағада қазір енді өсіп кеткен екен, халық шулап жатыр. Баға жағынан енді өсіп отыр ғой күннен күнге. Ну, чувствуется по виду то, что фрукты и овощи дешевые. На рынке, видимо, сахар дорогой, поэтому фрукты и овощи дешевые. Бізге өте қиын сезіліп жатыр. Аларға да запрет беріп отырмыз. Жемесе екен деп армандаймыз. Вообще қымбат. Не то что қант, басқалар еще сапасыз қант келіп жатыр ғой. Прямо мусор или дәмсіз, сапа жоқ. Қазақстанда бізде қантта вообще мүлдем сапа болмай жатыр. По-моему, өздері істеп тұрған сияқты, мне кажется. Бірақ бәрібір антикор по идее қарау керек. Непонятно почему. Қазір мысалы кішкентай рожектарды біз алдын 150 теңге сататын еді, қазір 250 теңге сатамыз. Ал үлкендері уже 400 теңге. Кәдімгі қанттың бағасы көтерілген соң біздің неміз. Өзі жоқ. Қымбат болса да алар едім. Өзі жоқ, қанттың өзі. Нет, я не кушаю сахар. Қант жетпейді ғой, неберелер көп. Қаяқтан қант жетеді? Өзімізге мөлшермен қолданамыз, енді не істейміз? Ну, у нас в магазине, я на Чапаевке живу, как-то приемлемые цены. Қымбатшылығы енді бірақ сезіліп жатыр. Амал жоқ енді. Алуға тура келеді, басқа амал жоқ. Баға жақсы. Енді сапасына байланысты ғой, қымбат, арзан дегендей. Астына ұнамайтын қанттар болады ғой. Ашып салатын, сол кішкене проблема демесең.